Заманауи коммуникация құралдары қарқын алғалы әлеуметтік желілерде ақпарат ағыны тым көп. Интернеттегі толассыз хабардың көбі арандатушылық сипатта. Байланыстың бұл түрі қолжетімді, жылдам әрі құпиялылық саясаты тағы бар. Түрлі топтар конспирология арқылы ел арасына жік салып, билікті даттап, қылмыскерді ақтап, алауыздық тудыруда. Гибридтік соғыстың бел ортасында деструктивті діни ағымдар да жүр. Экстремистік ұйымдар жастардың ақылын боғаттап, құндылықтарды бұрмалауда. Ұлттық санамызды бөлшектеп, тарихи жадымызды өшірмек. Көп елді кері кетірген, көп ұрпақты дерттеткен радикалды вирус тез тарайды. Әсіресе телеграм арналар, Инстаграм, Ютуб пен ТикТок арқылы қоғам санасына манипуляция жасауда. Алдап, арбап, сан соқтыруда. Ағымдардың ақпарат ағыны ағызып әкетпесін десеңіз, діни мәліметті сенімді ресурстардан алыңыз. Әр облысты дін істері басқармасы және сол басқармаға қарасты дін мәселелерін зерттеу орталықтары бар. Теологтар тіркелген парақшаларыңызды тексеріп, дұрыс жолды көрсетеді.